Семей қаласында 2023-2024 жылғы эпидемиологиялық маусымда ЖРВИ сырқаттанушылық бойынша 25498 жағдай тіркелген. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар арасында ЖРВИмен ауырғандардың үлесі 52,7% құрайды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Абай облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті, Семей қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысы Шыңғыс Шукушев атап өтті. Оның айтуынша, қазіргі күні тұмаумен сырқаттанушылардың маусымдық өсуіне байланысты тұмаудың алдын алу шаралары жүргізілуде. 2024 жылдың 15 қыркүйегінен бастап Семей қаласында халықты кезеңдік тұмау ауруына қарсы егу жұмыстары басталыпты. Тәуекел топқа жататын 6 айдан асқан әлсіз балаларды, жабық мекемедегі балаларды және қарттар үйіндегі ересектер мен екінші-үшінші триместрдегі түліктегі әйелдерді жергілікті бюджеттен егу жоспарланған. Аягөз қаласындағы бокстың негізін қалаушы КСРО дене шынықтыру және спорт үздігі Төлендиев Нұрқасым Жылқыбайұлын және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Асқарбек Ақанұлы Ғазизовті еске алуға арналған бокстан 2008-2009 жылы туған жасөспірімдер арасында халықаралық турнир өтті. Шараға Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері Сәтжанов Қайрат Тұрсынханұлы қатысып, ауданның спорт саласына елеулі үлес қосқан азаматтарға Аягөз мақтанышы төсбелгісі. Аягөз спорт мектебінің түлегі бокстан Қазақстан Республикасының спорт шебері марқұм Қасымов Мақсаттың анасы Слямова Жындылханға Аягөздің алтын анасы төсбелгісін тапсырды. 5 күнге созылған турнирге Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдерінен, Алматы, Шымкент қалаларынан, өзге облыстардан 125 спортшы қатысты. Биылғы жылы Мақаншы ауданына қарасты Қарабұлақ ауылында жарықтандыру бойынша 22 миллион 300 мыңға 128 бағана орнатылып, жалпы 8 көшеге жарық жүргізілді. Қарабұлақ ауылы бойынша көшелер 100% жарықтандырылған. Бүгін аудан әкімі Ақылбек Башымбаев ауылдық округ әкімдерімен және тиісті бөлім басшыларының қатысуымен ақпараттық жиын өткізді. Жиын барысында қыс мезгілінде дайындық шаралары, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері, негізгі жоспарланған жобалар мен атқарылған жұмыстар талқыланды. Жиын қорытындысы бойынша аудан әкімі жұмысты жандандыру бағытында ауыл әкімдеріне және бөлім басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру мақсатында Семей қаласының әкімдігі турист қонақ үйінің жанында және Северный базарының маңында өндірушілердің ауыл шаруашылық өнімдерінің күзгі қалалық жәрмеңкесін ұйымдастырып отырады. Жәрмеңкеде тұтынушылар ет, сүт, шұжық, жұмыртқа, бал өнімдері, сондай-ақ қолжетімді бағамен нарықтық бағадан 10-15% төмен үлкен көлемде жемістер мен көкөністер ұсынуда. Бүгін Бесқарағай ауданының мәдениет үйінде Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығы қызметкерлерінің қатысуымен кездесу өтті. Жиын барысында аудан тұрғындары АЭС салудағы технологияның қауіпсіздігі, сондай-ақ оның әлеуметтік-экономикалық аспектілері бойынша өздерін толғандырған сұрақтарын қойып жауаптарын алды. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы. Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.